Бөрлі ауданның орталығында 7-20-25 бағдарламасы бойынша 126 пәтерлі 9 қабатты тұрғын үйдің құрылысы басталды. Құны 1 миллиард 266 миллион теңге болатын баспана биылғы жылдың 3-ші тоқсанында пайдалануға берілмек. Биыл ауданда көп бейінді халыққа қызмет көрсету орталығы мен балалар лагері салынады. Ауданның құрылыс саласындағы жаңалықтары туралы тілшіміз баян етеді. Биыл 10-шы шағын ауданда кезектегі тұрғындар үшін жалдамалы үйдің құрылысы қолға алынады. Бұған қоса тағы 2 баспананың жобасын жасақтау жоспарда. Өткен жылы Кеңтүбек, Пугачев, Қанай, Жарсуат ауылдарында салынған жатақханалар пайдалануға берілді. Бұл жұмыс осы жылы да жалғасын тауып, Киров, Бумакөл ауылдарына келген жас мамандарға жатақхана салынады. Өңірлерді дамыту 20-20 бағдарламасын іске асыру аясында ауылдық елді мекендерде ауыз сумен қамту бағыты бойынша 2018 жылы республикалық қаражат есебінен Кеңтүбек ауылында су құбыры қайта жаңғырған болатын. Осы жылы Ақбұлақ, Өспен, Киров, Аблавка ауылдарына ауыз су нысандарын жаңғыртудың жобалық сметалық құжаттамасы жасақталды. Ақбұлақ және Кеңтүбек ауылдарында ветеринарлық пункттер, Бумакөл ауылында 100 орындық балалар лагері, Қызылтал ауылында тасқыннан қорғауға бағытталған су арнасын салу жоспарда. Жарсуат ауылының маңында Жайық өзенінің 1850 метрлік жағалауын бекіту жобасы жасақталды. Қазіргі таңда жоба мемлекеттік сараптамалардан өтуде. Ақсай қаласы аумағында мекен-жайларды түгендеу бойынша да ауқымды жұмыстар жүргізілді. Бірқатар қате және аты қайталанатын мекен-жайлар жойылды. В соответствии с государственной программой Жол картасы 2020 бағдарламасы аясында қазіргі таңда 5 ауылдың бас жоспары жасалуда. Өткен жылы Приурал, Жарсуат, Кеңтүбек, Киров және Пугачев ауылдарының бас жоспарлары түзілген болатын. Ауданда аумағы 3000 шаршы метрден артық 3 қабатты көпфункционалды халыққа қызмет көрсету орталығы салу көзделуде. Қазір қажетті құжаттар жасақталуда. Орталықта түрлі анықтама берумен қатар көші-қон, жұмыспен қамту, мемлекеттік мұрағат және басқа мемлекеттік органдардың қызметі көрсетіліп, жүргізуші құжатына емтихан тапсыру алаңы қарастырылған. Аталған жобаның іске асуы тұрғындардың мемлекеттік қызметке қолжетімділігін арттыра түседі. Айым Нұрғалиева, Александр Овчинников, Филимон Қазыбаев, Ақжайық арнасы.